Мен үйден шықтым. Үйде тамақ шайымды ішіп, ертеңге тамақ істеп, мен жұмысқа шықтым. Жұмысқа 15 минут жаяу жүріп барамын. Жұмысым күндізгі сағат 2-де басталады. 2-ден кеш сағат 11-ге шейін, түнгі сағат 11-ге шейін істеймін. Қасық палочкаларды, салфеткаларды аз қойып шығамын. Шашлыкке соус. Зира, соус, қызыл бұрыш. Біз түскі ас ішіп болдық. Қазір мына пияздарды ашып тастап, демаламын бір сағаттай. Витамин ішіп алайық. Кафеге қонақтар кеш сағат 6-тан бастап келе бастайды. Оған дейін бүкіл заготовканы істеп тастап, қонақты күтіп отырамыз. Saat 6:30 batır. Жұмыс қысып батыр бізде. Қазанlar пельмешisi var.
Балалардың бәрі тамақ ішіп отыр. Қазір барлығы келеді. Столдарды жинап, саяқтарды жуамын. Оған дейін какао ішіп алайын. Жұмысым бітті. Барлық уборкаларды жасап біттім. Жиналып үйге қайтамыз. Ертеңгі күнге шашлық жасаймыз. Сол қолғап, перчатка дайындап қоямыз. Мына шашлықтың палочкалары. Еттер тегізіп шашлық істейміз. 23 болды. Біз қайтып жатырмыз. 가요? 네. 아, 여기? 아. 노래방 갔네? 아니야. 노래방 가 집 옆에. 맞아? жұмыстан кейін тау 나는 그냥 가. 카페에 그립 дейді. 그냥 가자. 아, 다른 데가, 여기 다 다른 많아요. 여기 끝이 왔다가 다른 데 가려고 그래. 그럼 되지. 다른 데 가. 사람 없으면 들고 가야지. 그치, 맞아. 사람 많으면 осы 카페에 баратын болдық жұмыстан кейін. 이따가. 응? 아, 차 여기다? 진짜 들어가. 네, 안녕하세요. 아, 배불러. 네, 배불러요. 많아 먹었어요. 이게 되게 비싸다. 네, 안녕하세요. Мен үй жаққа келіп тастадым. Бүгінгі жұмыс күнім Кореядағы бітті. Қазір үйге барып, шомылып, бетіме кремді жағып, ұйықтаймын. Қайырлы күн, қайырлы түн. Осымен менің бүгінгі күнім осылай аяқталды.